Ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгінгі видеомыз жеміс ағаштарын зиянкестерден, яғни құмырсқалардан қалай қорғау жайлы болады. Одан алдын сіздер Жомарт Бау-бақша каналының подписация бөліміне өтіп, каналға тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп отырыңыздар ағайын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Видеоның соңында маңызды ақпаратпен бөлісетін боламын. Достар, өткенде видеоларымда көрсеткенімдей, бұл құмырсқалар шынжылғаннан кейін жеміс ағашына өрмелеп жүргенін бәріңіз көресіз. Бұл жеміс ағашына өрмелеген кезде жоғары қарай жаңағыдай бит сияқты шырынжа дейді, тіллә дейді, сондай заттарды жоғары қарай тасуы мүмкін. Содан кейін ол құмырсқалар жемістер түйіп, жемістер үлкейіп пісуге жақындаған кезде сол дәл жемістің ұстап тұрған жеріне кіріп, сол жемістің ішіне кіріп, жемісті жеп жерге түсіріп, сондай зиян тигізеді жеміс ағаштарына. Енді шама келгенше құмырсқаны жеміс ағашына өрмелетпеуіміз керек. Өткендегі видеода айтып көрсеттім, енді біреулер сұрап жатыр екен, тереңірек, көбірек көрсетесіңіз ба, қалай деп. Енді соған байланысты видео түсіріп жатырмын достар. Енді ол үшін бізге достар пакет керек болады, одноразовый, кішкене матаны байлайтын мынандай бау керек. Сосын мынау саридор майы. Саридор өткендегі видеомда отырауоткамен жағып көрсеткенмін. Бұл отырауотка енді 15-20 күндерден сорғып кеуіп кетуі мүмкін. Содан кейін және құмырсқа өріп кетуі мүмкін. Бізге мейлінше барынша саридор, яғни немесе жаңағы қоюлау, былжырап тұратын қоюлау май керек. Соны жақсақ, ол енді біршама ұзаққа кетеді. Құмырсқа енді майға жоламайды, өздеріңіз білесіңіздер достар. Енді қалай жағу керегін көрсетіп жіберейін. Мынау жаңа пакет, простой одноразовый. Соны екі қабат қылып ораймыз достар, осындай орта беріне. Бір, екі. Пакетті орадық, осының сыртына матаны орап, матаның сыртына май жағамыз. Сол мына май жеміс ағашының мынаның несіне сіңбеу үшін мына пакетті орадық достар. Мұқият болыңыздар. Енді мына матаны ораймыз. Қараңыздар достар, пакеттің үстіне матаны орадық мінекей. Енді осы матаны ұстату үшін баумен байлаймыз. Достар, мата енді қозғалып кетпеу үшін жел болады. Майды коридорда жағып болғаннан кейін де енді оның 10 шақты күнде жел болады, не болады, хабар алып тұрасыңыздар достар. Егер жаңағыдай шаң болып бетіне топырақ жиналып қалып отқан болса, тағы да үстіне жағып қойсаңыз болады. Бұл енді құмырсқадан қорғаудың ең жақсы әдісі. Енді біреулер жаңағыдай синтофон тағы бірдеңе орап жатады, енді одан өтіп кетуі мүмкін құмырсқалар. Мінекей достар, саридор. Осындай саридорды мен былай ұзынына жағып тастаймыз. Бір тегіс. Мынаған енді құмырсқада басқа затта жоламайтыны анық достар. Енді осындай қою май, қоюламай жақсаңыз, енді бұл кеуімейді, сорықпайды, бұл сарап тұрады. Біршама бір айға, одан да көбірек уақыт тұруы мүмкін. Мінекей достар, жерден өрмелеп жатырған құмырсқа болсын, басқа да зиянкес нелер болсын, мынаған келеді да, мына майдан ары қарай майдың үстінен басып өтпейді ешқандай. Ізіне қайтады достар. Бұл енді жеміс ағаштарын зиянкестен қорғаудың ең жақсы жолдарының бірі достар. Мен өзім 4 жылдан бері осыны қолданып келемін, нәтижесі өте жақсы. Алдындар жаңағыдай жеміс піскен кезде де түсе береді. Байқап қарасам, ол жемістің, мінекей түйіп жатқан жемістің, құмырсқалар өріп келіп, мынандай түйіп жатқан жемістің мынандай ұстап тұрған түбін жеп ішіне кіреді екен. Сосын мына жеміс жерге түсіп жарамсыз болып қалады.
Достар, осы әдісті қолданыңыздар. Жеміс міне осындай гүлдеп түйіп бастағаннан пісем дегенше осыны істеп қайталап мынаны сорғып күйіп кетсе қайтадан жағып баруымыз керек достар. Кейінгі видеоларымызды өткізіп алмаңыздар, каналға жазылыңыздар достар. Аман сау болыңыздар.